Сәлем достар, бүгін біз еліміздегі театрлардың арасындағы өзіндік ерекше орны бар Шаншар театрында қонақтан. Жүсіп ағамыз бен Уәлибек ағамыз кезінде негізін қалаған театр бүгін міне 25 жылдық мерейтойын тойлауда. Мен көрермендермен айтам, сіздерге мың алғыс. Өйткені сіздердің арқаларыңызда біз тіршілік қылып жатырмыз қазір. Мен жаңа сахнада айттым, 25 жыл. 25 жыл мен осы шапалақ, 25 жыл осы құрмет. Сол үшін де құрметтеріңіз үшін сахнаны тастай алмадық. Енді ширек ғасырлық ғұмырымызды бір атап өтейік деп шәкірттеріміздің бәрі айтқан екен. Осы үлкен сарайларда көрермендерімізбен қайттан қауышып, бір кішкене есеп бергендей болдық. Көрермендер сіздерге мың алғыс, қайта-қайта мың алғыс. 25 емес, 30 жылдықта жолығайық, 50 жылдықта Алла нәсіп қылсын жолықтыруды. Тіпті арғы шетінен енді үмітсіз шайтан ғой, үміттенеміз ғой бәрін. Тағы да арғы шетінен 75 жылдықта да жолықсақ па деген үміт бар. Рахмет. Әкеңдердің де осы Шаншардың да жүргеніме 25 жыл болыпты. Яғни менің де жүргеніме 25 жыл болды. Маңдай шасы қомырап тұратын біздің Уәкеңнің шашы ағармақты тосып тұр. Енді Шаншар театры менің шыққан жерім, ұстаздарым Уәлибек, Жүсіп Ақшораев, Уәлибек Абдраим. Оның алдында мен Қазақ түрікті университет бітірген адамын, Райымбек Сейтімбеттің шәкірті болғам. Мен кейде әзілдеп айтам, мен тек бекіттерден ғана тәрбие алғам деп. Ол Райымбек, Уәлибек деп әзілдейтін бар. Енді Уәкең ұстазымыз, тойыңыз құтты болсын ақсақал. Жүкең екеуіңіз қазір сахнада 25 жыл болды. Осындай жасқа барған кезде бізде осындай көрермен сиретіп алмаған театр, ол еңбекқор театр. Уәкеңдердің жолдарын бізге берсін. Біз де өсіп 25 жылдығымызда осындай лыға толы залмен, қуаныш қойнына сыймаған халықпен қауыша берейік. 100 жылдықтарыңыз болсын. 100-ге жетіңіздер, сосын кетіңіздер, ұялатын шығарсыздар. Жаңа жылдық арманыңды орындағың келе ме? Ендеше міндетті түрде 29 желтоқсан өтетін телебингоның кезекті тиражына қатысып үлгер. Себебі дәл осы жаңа жылдық тиражда біз 67 миллион теңге супер бингоны, 4 миллион теңге кепілді түрде ойнатылатын бингоны және де одан да басқа бөлек ақшалай жүлделерді ойнататын боламыз. Егер де автокөліктің иесі атанғың келсе, 1500 теңге тұратын 5 алаңы бар телебинго билетін сатып ал. Ең бірінші мен Шаншар театрымен танысқаным 2000 жылы мен алғашқы Нұр-Сұлтан қаласына келгенімде, ол кезде Астана ғой. Сол уақытта мен Астана қаласының мемлекеттік филармониясына келгем. Ол кезде шабыт фестивалі болды. Мен сол жерден бірінші орын алғам әзіл-сықақпен. Сол жерде мен сахнада шығып жүрген уақытымда, олай байқауларға, конкурстарға шығып жүрген уақытымда Уәкең бір байқап қалып тұр, маған звондады, Шаншар театрының осындай жетекшісі боламын. Неде Шымкент қаласында фестиваль, күлкі жәрмеңкесі өтті, халықаралық үлкен фестиваль өтті. Сол фестивальде бүкіл Қырғызстан, Өзбекстаннан, Ресейден келді, өте керемет. Ол жалғыз бірінші жыл емес, одан кейін де жалғасын тауып жатыр. Қазір Уәкең бір 5 жылда ма бір сол фестиваль жасап отырады. Одан кейін де қатыстым тағы бір 2 рет. Сол фестивальде алғашқы рет Уәкеңмен, Жүкеңмен танысқан болатын. Алғашқы. Содан бері танысымыз, содан бері сәлемімізді, содан бері әрқашан ол ағаларымыз сол кезде маған батасын берген, сол батасының арқасы жауды берейін, осылай халық алдында Аллаға шүкір жүргеніміз. Сондықтан да мен Уәкеңге басымды иемін. 25
жыл театрдың 25 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Біз 25 келгенде мен жаңа айтып жатырмын, Уәке, сізді 100 жасқа толғанда сахнаға алып шығайықшы деп. Сахнаға көтеріп алып шығайықшы деймін де. Сен жүре алмайды емессің, жүре аласың. Просто еркелеп мені көтеріп алып шығыңдар деп тұрсаңыз ғой, сол күн көрсем, әмел айтқан келді деді. Сол сияқты, сол Уәкеңнің жасын берсін театрының, ғұмырын берсін біздің театрымызға. Уәкең 100 жасасын театры. Сол 50 жылдығын тойлайық. Сол 50 жылдығында да осы театрымыздың шашбауын көтеріп, інілері болып Уәкең әрқашан сахнада өнер көрсетіп тұрайық деген. Әлибек әкеммен жүсіп жездем мың жасасын, ауырмасын ұстазымыз. Алла амандығын берсе, Шаншардың 50 жылдық тойында жолығайық. Кеше сахнада бізге батасын беріп жатыр. Жаным, Алдар Аспан, Шымкент шоу, басқа театрлар. Сендерге осында 25-ке жетіңдер деп. Ғұмырлы болсын. Мен сатираның снайпері Уәкеңмен шыққан ғой. Ауырмасын, сызданмасын. Алда келатқан 2020 жыл әр қазақтың, әр қазақстандықтың отбасында 2020 қуаныш той болсын. Бұяқта біреулер айтты ғой, әлі деп ойнап жатыр да. Просто адам азғаннан кейін басы деп айтып кеткен екен. Бұның просто басы деп. Ал аңсаған әніңді айтыл. Бәрекелді, рахмет. Көлемнен сипайтын кең дүние, сол бақытқа жеткенше тарлық қылма, тарлық қылма. Сөйтіп көрерменге айтатын, әрқашан біз сіздермен біргеміз. Қазір дамыған заман бізді көрінбей кеттіңдер ғой деп сұрайды бір адамдар. Интернеттен іздеп тауып дейміз. Сол секілді біздің де арнайы Шаншар театрының YouTube парақшасы бар, каналы бар. Сол каналға жазылып, кез келген дүниемізді біздің баяғы менің арық кезімнен қайтып семіріп қайтадан азғанға дейін сол парақшада бәрінде бар. Соны тамашалай аласыздар. Былайша айтқанда сол YouTube дүниесінен кез келген уақытта бізді көре аласыздар. Аман болыңыздар, сіздердің осылай бізді еркелеткендеріңіздің арқаларыңызда, бізді осылай сүйіп көргендеріңіздің просмотрдың көптігінен біз ары қарай шарықтай береміз. Рахмет. Аман болыңыздар. Мереке құтты болсын. Ал енді 50 жылдыққа келген уақытта мен жетектеп алып келген әртістер 50 жыл Шаншардың 50 жылдығында мен ойлаймын, мені жетектеп алып шығатын шығар сахнаға сол кезде. Алла соған нәсіп қылсын. Тәуелсіздікпен тетелес болған Шаншар театры дамысын. Шаншар театрында өмір бар. Мен бір өйткені өмір көрген кісілер бар. Талай тағдырды бастан өткізіп, халықтың алдында аштықта, тоқтықта бірге жүріп, халықпен бірге қиындықты көріп келген үлкен тәжірибелі ағаларымыз бар. Бұл театр сонысымен осы қоғамға сіңімді. Қазіргі күнде әлде де жүріп келе жатыр. Болашақта да дами берсін, жастар келе берсін, ағаларымыз қажымасын, Әлібек ағамыз, Жүсіп ағаларымыз аман болсын. Қариясы бар үй, қазынасы бар үйді бекер айтпайды. Көпті көрген кісілер, өмір көрген. Осындай 25 жылдық дегенге біз қуанып келіп құттықтап жатырмыз. Алда да уақыттар, жылдар осындай үлкен юбилейге жеткізе берсін. Сол жерде біз жүре берейік, тілекші болып. Қашанда тілекшіміз. Халық үшін қызмет ететін театр ғой бастысы. Қуаныштымыз, мереке құтты болсын. Шаншар театры біздің қазақ қалжыңын дәріптеп жүрген бірден бір театр деп айта аламын. Сондықтан біздің қазақ қалжыңы өлмесін десек, Шаншар театрының ұзақ жасауында тілектес болуымыз қажет әрқайсымыз. Қазақ қалжыңын ойлайтын адамдар, қазақ әзілін. Сондықтан мен Шаншар театрына мерейлі тойларыңыз құтты болсын деймін. Әрқашанда өйстіп алдымызда ойнап күліп Уәкеңмен шыққан сатираның ақсақалдары болып алдымызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Сіздер бар кезде біз әрқашанда жаспыз. Сіздер бар кезде біздің үйренетініміз көп. Сондықтан алдымызда асқар тау болып жүре беріңіздер деп айтамын.
Отандық шоу-бизнеске жұлдыздарды сыйлаған дәл осы жұлдыздар фабрикасы бүгін құттықтауларды қабылдауда. Ендеше жұлдыздарымыздан тілектерді назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін ата бүкіл қазақ еліне мәшһүр болған керемет әзілдерімен керемет өздеріне бір әлем жасап жүрген Шаншар театрына 25 жыл. 25 жыл деген аз жыл емес. Бір ес білетін азаматтың атқа мініп ел басқаратын жасы. Яғни 25 жыл елмен бірге жасап келатқан осы Шаншар театрына біз әншілер ретінде осы театрмен бірге сол 25 жылдың ішінде бірге келатқан біздің де осы қуанышымызды білдіргіміз келеді, тілегімізді айтқымыз келеді. Театрларыңыздың шаңырағы әрқашан биік болсын, еңсесі де биік болсын, елмен бірге жасай беріңіздер. Алла нәсіп болса, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын, ешқашан аты өшпейтін, атына кір келмейтін театрдың бірі болсын. Жақсылық тілейміз баршаларыңызға. Ассаламуалейкум, ардақты әзіл-сүйер қауым. Шаншар әзіл-сықақ театрының 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Мен алғаш рет Шаншарға әуезов театрында 99 жылы әнімді шырқап шыққан болатынмын, қолдау көрсетіп, осы қасымнан табылған, қолтығымнан демеген Шаншар ұжымына, Валибек ағамызға, Жүсіп ағамызға рахметімді айтам. Алла тағала жақсы, шынайы күле білетін көрермендерді алдарыңызға жия берсін. Тек қана әдемі әзілмен ғана халықты күлкіге көмкере беріңіздер, аман болыңыздар. Мынау біздің қазақ сатирасында тамашадан кейін қазақтың сатирасын туын желбіретіп жүрген Шаншар театрын бүгінгі мерекелік кешімен шын жүректен құттықтаймын. 25 жыл деген бір жігіттің жасы. Ары қарайда ұзақ ғұмыр сүре беріңіздер. Валибек ағамыз бастаған топқа шығармашылық табыстар тілейміз. Елдің сүйіктісі бола беріңіздер. Талай эстрада жұлдыздарын шығарып жүрген Уәкеңнің талғамы, Уәкеңнің танымы бөлек. Сондықтан біз ол кісіге қарыздармыз. 100 жасаңыз Уәке, қасыңыздағы азаматтар сіздің жолыңызды жалғастыра берсін. 25 жасқа келіп жатқан боз бала Шаншарды туған күнімен құттықтаймын. Айқай 25 дейміз. 25 қайта айналып келсе, құйрығынан ұстап айырылмайтын едік дейміз. Сол үшін 25 деген әдемі сан. Сіздерге мен 100 жасқа келулеріңізді тілеймін. Творчестволық табыс тілеймін. Валибек аға, Жүсіп аға, әр уақытта аман есен болыңыздар. Творчестволық табыс тілеймін. Әнші актриса Меруерт Спаева. Әнеме дегенше Шаншар театрда ширек ғасырлық ғұмырды артқа тастап 25 жылдық мерейтойын тойлап жатыр. Әрине, бұл аз уақыт емес. Дегенмен де осы уақыт ішінде Шаншар театры негізін қалаушы Валибек ағамыз, Жүсіп ағаларымыздың еткен еңбегі, теккен төрі, тері ақталып, мінекей осыған дейін де көрерменнің ықыласынан, көрерменнің махаббатынан айырылмай келе жатқаны, бұл әрине үлкен қуантатын жағдай. Бұл еңбектің, ұжымның еңбекқорлығы, ұжымның ауыз бірлігі, ұжымның ынтымағының арқасы деп ойлаймын. Шаншар театры тек қана өздерін ғана емес, өнерге қадам басқан қаншама таланттардың, қаншама өнерпаздардың жолын ашып, осы сахна арқылы, осы театр арқылы жолға сап жүріп жатқандарына ел куә. Соның бір әрине мен өзім де осыдан 12 жыл бұрын осы Шаншар театрының табалдырығын аттап елге үлкен сахнаға жол ашқан едім. Алғыс айтамыз, құтты болсын айтамыз. Әлде де бұдан кейін де 100 жылдық мерейтойын тойлайтын Шаншардың үлкен мерейлі мерекелерінде ел бірге болып, ел қуанып, ел әдемі күлкіге қарық болып, осындай жақсы күндер өткізе беруге шын жүректен тілектеспін. Құтты болсын. Құрметті біздің Шаншар театрының сүйікті көрермендері. Енді бізге де 25 жыл болды, ширек ғасыр. Ол сіздердің театрларыңыз, өйткені сіздер көресіздер оны. Сондықтан көрермендерімізді өзіміздің ширек ғасырлық мерейтойымызбенен шын жүректен құттықтап қояйық. Сөйте тұра сіздерден тағы да өтініш театрдың атынан
YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Жазылыңыздар. Жазылыңыздар.